Түркістан облысында тағы бір заманауи білім ошағы ел игілігіне берілді. Қосағаш елді мекенінде келешек мектептері ұлттық жобасы аясында 300 орындық жаңа мектеп пайдалануға тапсырылды. Жоба мемлекет басшысы бастамасымен жүзеге асырылған. Жаңа мектеп ауыл балаларына сапалы білім алуға мүмкіндік береді. Салтанатты ашылу рәсіміне аудан әкімі мен аудандық мәслихат төрағасы қатысты. Олар жиналған қауымға жаңа мектептің ашылуымен құттықтап, білім саласындағы маңызын атап өтті. Жиында жоба ауыл мектептерін жаңғыртудағы нақты қадам екен айтылды. Келешек мектептер жобасы бойынша осы 3-ші мектебіміз Қосағаш ауылында 300 орындық, оның алдында Достық ауылында 900 орындық, Көксәйекте 600 орындық ашылған. Бұл президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының бастамасымен ауылдардағы білім беру сапасын арттыру бойынша жобадан басталған. Енді бүгінгі мектебіміз сапасы бойынша енді оң баға береміз. Құзыретті органдардың барлығы келіп тексеріп алды. Дегенмен енді мына пайдалану барысында жаңағы шығатын бір кемшіліктер болса, мердігердің 5 жылға дейін жаңағы гарантийный өзінің мерзімі бар. Сол бойынша жұмыстарды жасатамыз. Ал қазір енді балалардың оқуына, жаттығуына барлық қолайлы жағдайлар жасалған. Спорт залы, асханасы, барлық кабинеттердің барлығы жұмыс істеп тұр. Бұл осы ауылдық округке бір жақсы керемет салынған мектеп. Бұл жерде енді жаңа өздеріңіз көрдіңіздер. Спорт залы, би залы, кітапхана, асхана барлығы өзінің сапалы деңгейінде жұмыс істеп жатыр. Көптеген әлеуметтік нысандар салынып жатыр. Биыл Көксәйек ауылдық округінде спорт нышаны аяқталды. Оны жақында біз пайдалануға береміз. Былтыр Кеңесарық ауылында спорт кешені салынған, Алғабас ауылында спорт кешені салынды. Ол Алғабас ауылында салынған спорт кешені Шымкент цемент мекемесінің демеушілігімен салынған. Одан кейін дәл солындай Шымкент цементінің демеушілігімен Ақбастау ауылында салынып жатыр спорт кешен. Сонымен қатар Келтас ауылдық округінде біз былтыр капсуласын салып, осыны енді бастадық. Одан бөлек көп күткен бізде Зертас ауылдық округінде, осы ауылдық округте барлық сұрақтар шешілген, тек қана бір спорт комплекс жетпей тұрған. Сол спорт комплекстің былтыр жылдың соңында қаражаты барлығы бекітіліп, құжаттамалық документация дейді ғой, жаңағы жобалық сметалық құжаттамалардың барлығы дайындалып, тиісті қаржы бөлініп, осы наурыз айынан бастап Зертас ауылында спорт кешені басталады. Біздің ауылдардың барлығы қажетті мектеппен қамтылған. Спорт кешендерін салу қажет. Біз өздеріңіз білесіздер, ауылдық жерде спортты дамытуға үлкен көңіл бөлініп жатыр. Сондықтан осы спорт кешендері біздің Төле би ауданынан жалпы чемпиондар көп шыққан ауданымыз. Осы чемпиондардың ары қарап ізін жалғастыратын спортшылар шығады деп үміттенеміз. Игілікті шарадан кейін салтанатты түрде лента қиылып, ауыл тұрғындары жаңа мектеп ғимаратын аралап көрді. Келешек мектебі заманауи талаптарға толық сай жабдықталған білім ордасы ретінде бой көтерген. Мұнда кең әрі жарық сыныптармен қатар зертханалық кабинеттер, IT және робототехника сыныптары қарастырылған. Сондай-ақ компьютерлік кабинеттер, түрлі үйірме бөлмелері, жайлы кітапхана мен оқу залдары оқушылар игілігіне берілді. Барлық жағдай балалардың жан-жақты дамуына, сапалы білім алуына бағытталған қолайлы орта қалыптастырады. Төле би ауданы Қосағаш ауылында бастауыш мектеп жұмыс жасайтын, ол саманқыштан соғылған, ешқандай материалдық базасы жоқ. Енді міне президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлына үлкен алғысымызды айтамыз, елдің атынан, оқушылардың, ұстаздарымыздың атынан. Міне осындай балалардың толық білім алуына жағдай жасап, материалдық базалар толық қамтылған, стенд, зертхана бөлмелері, робототехника бөлмелері, барлық кабинеттер қазіргі заманауи технологиямен қамтылған. Осындай келешек мектепті бүгін ашып пайдалануға беріп жатырмыз. Келешек мектебі келешегіміздің кемелі, болашағымыздың жарқыны деп айта аламын. Кабинеттер бізде STEM зертхана бөлмелері бар, робототехника бөлмелері, және де бізде спорт
бөлмелері өте жақсы. Бүгінгі күні бізде жалпы 214 баламен қамтылып отыр. Енді ертең күннен бастап жалпы мектеп оқушыларды толық қабылдайды. Мектепте оқушылардың қауіпсіздігі басы назарға алынған ғимарат бейнебақылау және өртке қарсы заманауи жүйелермен толық жабдықталған. Сонымен қатар спорт зал, ашық алаңдар мен заманауи асхана оқушылар игілігіне берілді. Гаухар Өсербайқызы, Жандос Сағындықов, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.